Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асыққанда қуыруға немесе асуға уақытымыз тығыз кезде жасай салатын кешкі түскі асқа керемет тағам болатын пеште піскен көкөністер мен тауық еті қосылған тағаммен бөлісемін. Мені қолдап видеоға лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться кнопкасын, жанында тұрған қоңыраушаны басыңыз. Менің жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Барлық заттарды алдын ала тазалап, пешті 200 градусқа асты-үстін қосамыз. Пеш қызғанша көкөністерді турап аламыз. Ол үшін бізге кішірек туралған картоп, ірілеу туралған капуста, асқабақ, пияз, барлық көкөністерді мен көз мөлшермен қосамын. Сарымсақ пен болгар бұрышы, килограммға жуық тауық еті, дәмін келтіру үшін қара бұрыш, паприка, хмели сунели, өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерден аз-аздан қосыңыздар және тұз қосуды ұмытпаңыздар. 1 стаканға 50 грамм су және 50 грамм сумай қойып, 1 шай қасықпен томат пастасын қосып араластырамыз. Оны көкөністерге құямыз. Қолмен майы жақсылап көкөністерге жағылу үшін араластырамыз. Бетіне пергамент қағазы жақсылап жабылуы үшін қолмен мыжғылап аламын. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутқа қоямын. 40 минут өткен соң көкөністерімізді біркелкі пісу үшін бір араластырып 20-25 минутқа қоямын. Мінекей біздің асымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай жасалады. Көп уақытты қажет етпейді, әрі өзінің буында піскен соң пайдалы болады. Ең бастысы қазіргі қыс кезіндегі қолжетімді заттармен жасалынады. Видео рецепті ұнаса, астындағы поделиться кнопкасын басып, WhatsApp желісімен бөлісіп қойыңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айкерім.